Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге картоптан котлет жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде 2 сәбіз, 1 пияз, 5 үштік картоп және аз ғана 1 бума кинза. Және де қатқан нанымыздың ұнтағы, ана жерде тұз, қара бұрыш және де паприка. Мына жерде кукурузный 2 ас қасық крахмал. Барлығын описанияға жазып қалдырып кететін болам граммажын. Бірінші кезекте менде картопымызды осылай ортасынан бөлеміз де, және де 2 бөліп 6-ға бөліп аламыз. Мына жартысында осылайша етіп 6 бөлекке бөліп, осылай барлығын турап аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып кетсеңіздер болады. Әр жаңа видео түскен кезде сіздерге қоңыраушадан сообщение келіп, осылайша видеоның рецебі келіп тұратын болады. Және де сіздерге қандай видео керек болса, жазсаңыздар, мен жасаймын сол видеодағы рецепті. Осылайша етіп қазанымызға суды құйып, тураған картоптарымызды саламыз да, оттың үстіне бір қайнатып, піскенше қайнатып аламыз. Картопым қайнайын дегенше мен көкөністерімді турауға келдім. Мына жерде бірінші кинзамызды осылайша етіп, кішкене көбік етіп турап аламыз барлығын біркелкі қылып. Турап алған кинзамызды бір ыдысымызға салып бір шетке қойып қоямыз, осылайша етіп. Енді кезекте менде мына жерде 2 сәбізімізді алып, терканың көмегімен теркалап аламыз. Терканың үлкен көзіменен өткізсеңіздер болады, осылайша етіп. Терканың көмегімен өткізіп алған сәбізімізді осылайша тапамызды аламыз да, ішіне салып, көз мөлшермен сұйық майымызды құямыз да, оны оттың үстіне апарып қоямыз. 5 минутқа қуырып аламыз. Ендігі кезекте менде пиязымызды аламыз да, осылайша етіп турап аламыз, кішкене етіп. Турап алған пиязымызды осылайша ыдысқа салып, чесногымызды турап аламыз. Менде чеснок 3 тісше чеснок. Егерде ұнатпасаңыздар салмай, егер чеснок қаламасаңыздар салмай қойсаңыздар да болады, бірақ салсаңыздар өте дәмі әдем болып шығып тұратын болады.
турап алған чесногымызды осылайша пияздың үстіне салып аламыз да бір шетке қоямыз. Ендігі кезекте мен мына ыдысыма барлығын салып алам. Жаңағы шала қуырылып алған сәбізімізді да салып, барлығын ыдысымызға осылайша етіп салып аламыз. Үстіне туралған кинзамызды да осылайша етіп салып аламыз да, пиязымызды да саламыз. Барлығын салып, жаңағы картошкамыз да, менде картопым пісті, сол картопты да үстінен саламыз. Бір мұздатып аламыз. Мұздаған соң, езгіштің көмегімен езіп, жақсылап араластырып, дәмдеуіштерін де бірге саламыз. Менің ыдысым кішкентайлық қылғаннан соң үлкенде ыдысқа салып алдым. Осылайша үстінен кукурузный крахмалымызды саламыз, одан кейін қатқан нанымызды саламыз, одан кейін дәмдеуіштерімізді саламыз. Осы жерде мен бір жұмыртқа салдым, соны түсіремін деп ұмытып кетіптім. Менде көк шөбім аз болғандықтан мұз қатып тұрған укроптан 2 уыстай укроп алып салдым. Мұз қатып тұрған осылай укроп бар, оны осының үстінен салдым. Егер ұнатпасаңыздар, салмай-ақ қойсаңыздар да болады, міндетті емес. Салсаңыздар дәмі өте керемет болып шығады. Осылайша барлығын жақсылап араластырамыз да, домалақ-домалақ тәрізді етіп котлет жасаймыз. Осының үстіне бір жұмыртқа салып, осылайша домалақ-домалақ етіп жасап қойдым да, қатқан нанға бір аунатып, осылайша етіп қызып тұрған майымызға салдым. Міне менің котлеттерім осылай болып пісіп шықты. Піскен бетін аударып, піспеген бетін майдың астына аударамыз осылайша етіп. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Енді дәмі керемет болғандықтан, балаларыма ұнағандықтан мен осыны жиі жасап беріп тұрам, балаларыма өте ұнайды. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міне менің котлеттерім осылай болып шықты. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.